Шетелдегі қазақ балалары Астанаға қонаққа келді. 12-17 жас аралығындағы 150-ден астам жасөспірім 2 апта бойы жазғы лагерге қатысты. Олар тарихи отанында білімін жетілдіріп салт дәстүрімен танысты. Жеткіншектер Нұр-Сұлтан қаласы мен Ақмола облысындағы көрнекті жерлерді аралады. Биыл алғаш рет қолға алынған шараға Назарбаев зияткерлік мектептері, отандастар қоры мен дүние жүзі қазақтарының қауымдастығы мұрындық болған. Нұр-Сұлтан қаласының жалпы дамып келе жатырған келбетін көрсеттік. Қазақ тілі мен Қазақстан тарихын академиялық деңгейде оқытып үйреттік. Одан бөлек біздің ұлттық қолөнерімізден тұратын үйірме жұмыстарын көрсеттік. Балалар домбырада алғаш мәрте үйренді. Сонымен қатар қазақ тілінде өлеңдер жаттады. Қуанып келдік Астанаға. Өте жақсы неше Қайтып айтайын, неше милләттен деген қазақ келгені бізге өте жақсы болды. Өзі қазақ елімізді көрдік, өзі тарихымызды білдік Астанаға келгенсін. Өзі ана тілімізді көбірек үйрендік.